Қайырлы күн баршаңызға. Қайырлы күн баршаңызға. Мына жерде керемет әңгімелер айтып отыр. Енді жаңағы түп сөздің келіп тірелетін жері манағы теңіздің аузын екеуінің қазбағандықтан сағасы екеуі бітеу. Биыл жаңағы су деңгейі 4 метр 20 сантиметрге көтерілсе де, бірақ тамақ бітеу болды, сол себепті балық кірмеді. Балықты моратория жарияламастан бұрын бірінші осы мәселені көтеріп жатсыздар ғой, бірақ дегенмен де осыны нәтижеге қылып, нәтижесін көру керек болып тұр. Потому что ауыз бітеу болғаннан кейін биыл Индерге де балық барған жоқ, Махамбетке де балық барған жоқ. Балық вообще кірген де жоқ биыл деген. Ең бірінші мәселе осы. Енді әр нәрсенің себептері болады. Себебі осы, ауыз бітеліп жатыр, тамақтан балық кіре алмады. Екінші себеп салдары дейтін болады. Бұны жаңағы кезінде қызыл балыққа моратория жариялағанда 7 жылдан асты, ал сол қызыл балық қазір көбейіп кетті ме жайығымызда? Соны айтыңыздаршы, тонналап, бәленбай, миллиондап жіберіп жатсыздар, мәлөктерін бәленбай миллион. Міне Гүлфар апа айтып отыр ғой қазір. 170 теңгеден, оның өзі бәленбай мың ақша, Соны жіберіп жатыр. Қазір жайығымызда ешқандай да қызыл балық көбейіп кетіп, не қармағымызға түсіп, не шоршып жатқан ештеңесі жоқ. Соны ескеріп қояйық. 3 жылда балықты көбейтеміз дейміз, бірақ 3 жылда, білмеймін мен, ақылға сыймайтын нәрсе. Соны ескерейік. 7 жылда балық көбеймеген, 3 жылда көбейді дегенге мен сенбеймін. Және де қазір мына Гүлфар апайға жұмысшылар жалданып жасап жатыр, зарплат береді балықшылар 180-200 мыңдан. А егер моратория жариялап тастасаңыздар, ол жұмысшылар жұмысты қайдан табады? Отбасыларын қалай асырайды? Соны ойлайық та бұл жерде. Теңізден, жайықтан да аутартындары бар ғой енді. Ең бірінші себеп манағы жайықтың аузы бітеу, содан көру керек болып тұр. Сосын соңғы кезде бізде жаңа частиковый пород деп айтып отырсыз ғой сіз. Сондай мәселелер мына мәлөкті, қызыл балықты мәлөгіне асырауға көп мән беріп кетті. Бәленбай ақша, сол үшін жаңағы айтады, договорда растарға айтетем, бүйтем, сөйтем. Жоқ, бұны қою керек қызыл балықты. Қызыл балық көбеймеген, 7 жылда көбеймеген қызыл балық енді көбеймейді. Енді бізге не істеу керек? Сазан, қара балықтарды өсіру керек. Қазір Россиядан тонналап келіп жатыр. Сазан балықтары кооперативтерге барам, мен өзім көрем. Россиядан тасып жатыр. Өйткені бізде балық жоқ. Ал не істейді Россия? Олар асырайды, өсіреді, жан-жаққа сатып жатыр. Кезінде Россияда балық жоқ, Атыраудан тасиды деп едім. Жоқ, қазір біздер Россиядан тасып жатыр. А олардың балықтары қолдан асырағаннан кейін дәмді әрі семіз, әлі майлы болып келеді, күшті. Ал неге бізде жоқ? Бізде дамымаған. Қызыл балықтың орнына осы сазанға мән беру керек деп ойлаймын. Енді жаңағы ғой, наука. Биыл айтпақшы, сіздерге айтайын, жайынға моратория жарияладыңыз, сосын шортанға жарияладыңыздар, Ал, жоқ, жариялады ғой. Шортан мен жайынға 1 жылға, дұрыс қой, Енді, 1 жылға жарияладыңыз. Бірінші жыл. Шортанды қайдан көрдіңіз біздің жайықтан? Соны айтыңызшы. Шортан қай жерде бар? Мен бәлен жыл бойы балық аулап жатырмын. Менің қасымдағы жігіттер бәрін көріп жатыр. Бірақ жайықта шортан жоқ. Бұл баяғы Совет үкіметінде болған болар. Бірақ қазір шортан жоқ. Мен осыған түсінбедім. Сосын жаңағы айттыңыздар, якобы жайықтың астында 4 тоннадан астам жайын бар, тиіспеу керек, көбейту керек деп. Ол біздер көріп жүрміз. Талай камерамен де зерттедік, қарадық. Жайын бар, шүкір болған не керек, көріп жатырық бәрінде де. Сіздердің аутартымнан қараған боларсыздар. Жалпы осы мәселе, бұны енді жаңа себеп салдары бар. Ертең мына мораторий жариялайтын болса, қарапайым қал, яғни зардап шекпеу керек қой балықшылар. Бұның арты дейтін ертең жаңа қызыл балық сияқты. Қызыл балық алып алған адам қазір қылмыскер, соттайды, бәленбай миллион ақша тығады штрафтарды. Ертең сазан аулаған үшін де осындай болып кетпеу керек. Жарайды болды, рахмет. Әкім өзінде информация